малды теппе. Бір күні Мұса Тәңір тағалаға: «Уа, жаратқан, маған пайғамбарлық берерде қайсымды көбірек ұнаттың?» деп сұрапты. Ұлық Алла: «Мұса, сен Шұғайып пайғамбардың қойын баққаныңда ішінде бір көтерем қой бар еді. Үнемі отардан бөлініп қала беретін. Сен сол қойға сабырмен қарап, оны ұрып соқпайтынсың. Сенен басқалары ол көтерем қойды боқтап, боралап, қамшының астына алатын. Сен қой екеш қойға да рақым қылдың. Егер сол қойды тепкеніңде сені пайғамбарлықтан да, патшалықтан да, құт берекеден де мақұрым қалдырар едім» деп жауап беріпті. Содан бастап Мұса өз қауымын малды теппеуге шақырады. Малды тепсең ырыс қашады деген түсінік сол кезде пайда болыпты деседі. Қазақ арасындағы малды теппеу, басқа ұрмау, боқтап бораламау ырымдары осы дәстүрдің желісінде шығыпты.